Сен қалай ойлайсың, билет алады деп ойлайсың ба, Чарли? Шығуы мүмкін. Ойлашы, әлемде миллиард шоколад бар. Миллиард. Шыға. Ал өзі 5-ақ штук. Шығу. Шығады деп үміттенесің ба сен? Иә. Шықса жақсы болар еді Чарлиға. Иә. 5-ші тарау. Алтын билет. Алтын билетті ешкім білмейді. Сонда қалай? Фабриканың ішіне кіруге рұқсат етіле ме? Деді Джо ата тағатсыздана. Тезірек оқышы, деп айтқан папасы айтып отыр да. Жарайды, деді мистер Бакет газетті жайып жатып. Тыңдаңыздар. Кешкі ақпарат. 10 жылдан бері көрінбей кеткен кондитер өнерінің саңлағы мистер Уилли Уонка үндеу жариялады. Мен, Уилли Уонка, биыл 5 баланы, естеріңізде болсын, 5-ақ баланы фабрикамды тамашалауға шақырамын. Жолы болған бұл 5 баланы өзім ертіп жүріп, өндірістің барлық құпиясы мен кереметтерін көрсетем. Саяхаттың аяғында осы балаларға бүкіл өміріне жететін шоколад пен кәмпит тарту етемін. Сондықтан алтын билет іздеңіздер. Алтын жалатқан қағазға 5 алтын билет басылады. Олар кәдімгі 5 тақта шоколадтың орам қағазының ішінде. Бұл 5 шоколад тақта кез келген елдің, кез келген қаласы, немесе кез келген ауылының, кез келген көшесіндегі Уонка тәттілер сатылатын кез келген дүкенге түсу мүмкін. Тек осы алтын билеттерді тауып алған 5 балаға менің фабрикама кіріп, ішін тамашалауға рұқсат етіледі. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Уилли Уонканың қолы қойылған дейді. Түсіндің ғой, кеше? Иә. 5-ақ. Бала. 5-ақ. 5 билет. 5 билет. Осының иесі дұрыс емес, деп күбірледі Жозефина әже. Ол керемет адам, Джо ата самбырлай сөйледі. Ол сиқыршы. Енді не боларын елестетіп көрші. Бүкіл әлем сол алтын билеттерді іздейді. Алтын билет ұтып алсам деген үмітпен жұрттың бәрі Уонканың шоколадын сатып алады. Оның саудасы бұрынғыдан бетер жақсы жүреді. Шіркін, сол билеттің біреуін біз де тауып алсақ қандай жақсы болар еді, деп Джо ата айтып отыр. Өмірінің аяғына дейін тегін шоколад пен кәмпит жейсің. Қалай, а? Деді Джордж ата да сөзге араласып. Соншама тәттіні жүк машинесіне әкелуге тура келер, деп Жоржина әже. Басты ауыртатын әуресі көп іс екен өзі, деді Жозефина әже. Түк емес, деді Джо ата тағы да дауыстап. Қалай ойлайсың, Чарли? Шоколад тақтасын ашып, ішінен жылтыраған билет тауып алу үлкен бақыт емес пе? Әрине, ата. Бірақ мен ондай қалай үміт ете алам, деді Чарли мұңайып. Мен жылына бірақ тақта шоколад сатып алам ғой, деді. Кім білген, балам? Ендігі аптада туған күнің емес пе? Сенің де өзгелердей мүмкіндігің бар. Меніңше бұл мүмкін емес, деді Джордж ата. Алтын билетті күнде шоколад жейтін балалар ғана ұтып ала алады. Ал біздің Чарли жылына бір-ақ рет шоколад жейді. Еш үміт жоқ.